Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма лайк басып, тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ал мен сіздерге роддомға арналған сумка дайындап қойдым. Соны көрсететін боламын. Баламның дүниеге келгеніне 4,5 ай болды. Ал сумкемді жүктілігімнің 30 аптасынан бастап жинап бастадым. Мен сумканы екіге бөліп жинадым. Біріншісі ол босанарда қолданатын заттар, екіншісі палатаға шыққаннан кейін қолданатын заттар деп. Баламның 4,5 ай болғанына қарағанда мен оны өте кеш салып отырмын, бірақ жақсы жері мен сумкада нақты нелерді қолдандым, ал менің сумкаме не жетпей қалды, сонымен сіздерге видеоның арасында айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Сөмкенің бірінші бөлігі ол босанарда қолданатын заттар. Мен қазан айында босанатын болғандықтан қалың киімдерім болады, сол үшін осындай 2 пакет салып алдым. Аяқ киімді, қалың киімдерімді қайтадан осы пакетке салып қайтарып жіберетін боламын. Одан кейін мындай папка. Бұл папкада мен обменный картамды және документтерімді және зарядка, телефон дегендерді осының ішіне салып аламын. Келесі, бұл аллергозол маған керек, өйткені менде аллергический ринит басталған, и сол үшін ол жерде қандай жағдайда болатынын білмеген үшін алдын ала алып қойдым. Бұл барлық адамға керек емес. Келесі, мен мынандай салфетка алдым. Влажный туалетный бумага деген, өйткені кәдімгі туалетный бумага да керек болуы мүмкін, және влажный туалетный бумага да керек болуы мүмкін. Қандай жағдайға қарай қолдануға. Одан кейін бұл су екеуде, бұдан да көп су ішетін адамдарға 1 литрлік алуға да ұсынамын. Ал мұнаны алған себебім, өйткені біз КТ-да жатқан кезде, көбінесе тексеріп жатқан кезде мынандай суды ішуге ыңғайсыз болады. Сол үшін мына судың басы ыңғайлы болады деп алдық. Одан кейін печенье салдым, және финики. Финики білесіздер, босануға ең жақсы жемістердің бірі. Ал печеньеге болатын болса, мен ол жерде қанша уақыт тоғытатынымды білмеймін, сол үшін ол жерде әл керек болған кезде бәлкім жейміз деп алдым. Және де енді маған керек киімдер, ол ең самый простой бір сорочканы аламыз. Себебі одан кейін киесіз ба, кимейсіз ба, ол да белгісіз. Және де тапочки осындай не болу керек, яғни мата күйінде болмау керек. Больницаның несі. Бұны мен 16,88 заказ бердім. Және носки бәлкім керек болып қалады, жаурасам, бәлкім бұл да керек емес болуы мүмкін. Және де бір кішкентай ғана сүлгі. Бұл сүлгіге толғатып жатқан кезде, яғни босанам дегенше бет сүртуге, қолды сүртуге арналған. Одан кейін тағы да мен мынандай одноразовый пеленкалар салдым. Одноразовый пеленкаларды тоже астымызға салып жатуға, және де мындай памперстан мерзім размермен екеу, тағы да біреуін саламын, үшеуін салып аламын, өйткені ол жерде де қанша керек екенін білмейміз. Сосын негізі туалетная пеленка деген бар, төсейтін одноразовый тоже, оны алуды ұмытып кетіппін, соны алып осылардың арасына салып қоямын. Енді бұлардың бәрі маған керек дүниелер болды. Енді балаға керек. Қаласа бала дүниеге келгеннен кейін оған бірден бұлар памперс кигізеді. Осыны памперспен және де осындай 2 носки салдым. Қайсысын кигізуге сол жердегі медсестралар кигізгісіз келеді, соны кигізер. Және де ішінен де осындай байлар кигізуге ыңғайлы. Бұларды мен алдын ала жудым, үтіктеп дайындап қойдым. Немесе мынандай ішінен кигізуге арналған осындай комплект муслиновый. Және де сыртынан киіндіруге осындай распашонка несімен, шалбарымен және шапкасымен. Сосын мындай қолында өзіне кигізіп қоятыны бар. Менде көріп тұрғандарыңыздай барлығы көк, яғни ұл бала Құдай қаласа дүниеге келетін. 2 пеленка салдым, біреуі қалыңырақ, біреуі жұқарақ. Өйткені баланы орап береді. Және де біреуі қандай сүлгі қолдануға да болады, муслиновый.
міне осы нәрселер мен тек бұны дорадовый қолданамын, яғни босанғанға дейін қолданатын. Ал палатаға шыққан кезде қолданатын дүниелерді қазір көрсетеміз. Палатаға шыққан кездегі керек заттар. Бірінші өзімнің заттарымды түгендеп өтейін, одан кейін баланың заттарына кірсеміз. Бірінші мен өзіме мындай бумажный полотенце алдым. Біреуін алып тастаймын, жанына мындай туалеттің бумаганы салып аламын. Өйткені маған біреуі жетеді. Кейбір адамдарға бумажный полотенце мүлде керек болмауы мүмкін, бірақ мен ыдыстарға шай ішкен кезде әйтеуір көп қолданамын деп алдым. Және де мынау вкладыш, яғни сүтке сүт аққан кезде көп қолданамыз. Ішінде 13 штук бар. Негізі тағы да 2-3 пачка бар менің жанымда. Оны үйге келгеннен кейін қолданамыз. Осы жетеді деп ойлаймын. Өйткені бірінші балада да ондай көп қолданбаған едім. Және мынау прокладкалар өзіңіздің қалай қажеттіліктеріңізге байланысты. Мен қалындарын, мынандай және жұқаларын алдым. Және де мынандай набор алдым. Наборда қарасаңыздар, мындай үлкен қылып шампунь салып алғаннан көрі азаздан осындай сумка алдым, кішігірім. Ол жерге шампунь, гель для душа немесе крем, мысалы міндетті түрде крем керек, өйткені қолым бәрі суға байланса жарылып кете береді бетім. Және де ерінге арналған помада, және де зубный паста, щетка, резинка и бетке арналған масканы да салып алдым. Бұларды мен мындай косметикаға арнайы салып аламын ішіне заттарды. Бұлардың жанына тағы да не саламын? Бұлардың жанына мен маска саламын. Одноразовый маска сатып келдім аптекадан. Бұны біз ертең ары-бері рентгенге түсуге бірдеңе барғанда бәлкім қолданамыз. Және де антисептик жанына саламын. Және де бепантен ол білесіздер, мазь аналарға жарылған кезде қолдануға болады, немесе балаларға да крем ретінде қолдануға болады, бірақ мен балаға әзір бұны қолданбаймын, тек өзіме қолдануға алдым. Және де ватные диски, олар да керек. Және мынау баланың кіндігіне қолдануға осындай ватные палочки алдым. Бұны да осының ішіне ыңғайластырып салып аламын. Бұлар менің заттарым. Және де келесі ол сүлгі, сол жақта қолдануға. Және де мынау менің киімдерім, оларды ашып бөлек-бөлек көрсетпей қояйын. Ең бастысы емізуге ыңғайлы, өзіңізге ыңғайлы ауыстыратын киімдер болу керек. Және емізуге ыңғайлы бюстгальтерлар алсаңыз да жақсы болады. Және ауыстырымды киім алу керек, себебі кез келген уақытта сүт ағып кетуі мүмкін, бала үстіңізді бүлдіріп қою мүмкін. Сол үшін ауыстыратын киімдерді осында салып алдым. Одан кейін мынау посуда, сапар кесесімен кружка және қасықтар. Енді балаларының заттарына келетін болсақ, міне мен 3 түрлі пеленка салып алдым. Жұқа, қалын және муслиновый пеленкалар. Және де Huggies Elite Soft алдым. Өткен бірінші баламда Huggies Elite Soft қолданған. Осы баламда Huggies Elite Soft қолданады деп ойлаймын, яғни аллергия болмады. Бұның үшін ашқан себебім, өткен дорадовыйға бір памперс штук салған болатынмын. Және бұл салфетка, яғни бізде роддомда баланы жуындыруға рұқсат бермейді, білесіздер. Сол үшін салфетка маңызды. Ең баста салфетканы да памперсті да өте көп қолданамыз балаларға. Жетпей жатса, әрине күйеуіме алдыртамын. Яғни пеленкалар не үшін керек десеңіздер, бұлар маған өте қажет болды. Баланың памперсін ауыстырып жатқанның өзінде постель бүлдіріп алған кездеріміз болды. Сол үшін осыны міндетті түрде төсеп, осының үстінде баланың памперсін ауыстыратын боламын.
Ең соңғы ол баланың киімдеріне тоқталатын болсақ, мен балаға 2 носки алдым. Дарадовойда да 2 носки болған еді. Одан кейін 2 осындай ползунки алдым. Сосын 2 осындай қолына кийдіргізіп қоятын чепчиктер алдым. Одан кейін 2 мындай шапка. Сосын ішінен осындай распашонкалардың орнына кигізуге бодилар алдым. Яғни кейде айтады, қолы да ұзын, аяғы да ұзын, бодилар ыңғайлы дейді. Бірақ мен кіндігін қайта-қайта көретін болғандықтан, маған осылай двойкалар, яғни распашонкасы мен шалбарлары ыңғайлы деп, осылай бөлек-бөлек алдым. И осылай 3 распашонка салып алдым. 2 муслиновый, осы мақтадан. Және қазіргі баланы пеленкаға орағаннан осындайға орап қоятын болған екен. Мынау қапағымен мынаны кигізем деп ойламаймын, өйткені бірінші балада кигізген кезде резинкаларының ізі қалып қоятын. Бір рет кигізіп көрем, егер тоже ізі қалып жатырса, бұны кигізбеймін. Бірақ мынау бірден-бір керек дүние, бала өзін осының ішінде жақсы сезінеді деп білем. Өйткені ананың құрсағындағыдай бүктеліп жатуға ыңғайлы. Бұл киімдер өздеріңізге қарай. Мен бұлардың арасына әлі де 2 боди қосамын, яғни қолы, аяғы ұзын боди қосамын. Солар ыңғайлы болса, тек соларды кигізіп шығаруға. Маған қажет болған, бірақ мен алуды ұмытқан 2 зат, ол ванна сүлігі мен термометр. Екеуі де өте қажет болды. Ванна сүлігі мен баланы орап шығаруға, ал термометр баланың температурасын қайта-қайта өлшетеді дәрігерлер келіп. Сол себепті әркімнің өзінің термометрі болғаны дұрыс. Осымен видео обзорымыз тамам, пайдалы болды деген үміттемін. Каналға тіркеліп кетіңіз, келесіде тағы да пайдалы видеолар салып тұрамын.